Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім шаң басқан шинель және қираған үміт. Темір жол вокзалының перронында пойыздың дөңгелектері сықырлап тоқтады. Вагон есіктері ашылып, ішінен қалың халық құмырсқадай ағылды. Бұл 1989 жылдың күзі еді. Кеңес одағының іргесі шайқалып, қоғамда белгісіздік пен жабайы заңдар үстемдік құра бастаған өтпелі, қиын кезең болатын. Перронға түскендердің арасында үстіне күн қаққан, өңіп кеткен әскери форма, афганка киген, қолында ескі брезент жолдорбасы бар ұзын бойлы кең иықты жігіт тұрды. Оның есімі Рустам, жасы небәрі 25-те болғанымен, оның терең шүңірейген қара көздеріне қараған адам 50 жастағы, өмірдің бар тауқыметін көрген қарияның жанарын көргендей болар еді. Оның сол жақ бетінде самайынан төмен қарай созылған ұзын тыртық бар. Бұл Қандағар маңындағы қанды шайқастың сыйы. Рустам ауған соғысының ардагері, арнайы жасақтың спецназ барлаушысы еді. Ол 2 жыл бойы аспаннан от жауған тозақтың ішінде болды. Оның құлағында әлі де тікұшақтардың гүрілі, жолдастарының соңғы деміндегі ыңырсу мен оқ дәрінің қышқыл иісі тұрғандай. Бірақ ол тірі оралды. Оны мына жарық дүниеге сүйреп әкелген бір ғана күш, бір ғана үміт бар еді. Ол Әлия. Перрондағы кездесу. Рустам перрондағы халықтың арасынан көздері жаутаңдап біреуді іздеді. Кенеттен оның кеудесін жып-жылы сезім кернеп, жүрегі атқақтап соқты. Алыстан гүлді көйлек киген, үстіне жұқа күзгі пальто ілген, бұрымы беліне төгілген Әлия жүгіріп келе жатты. Оның нұр шашқан жүзінде сағыныштың көз жасы мөлдірейді. «Рустам!» деп айқайлады ол, даусы дірілдеп. Рустам жолдорбасын жерге тастай салып, оған қарай ұмтылды. Ол Әлияны қапсыра құшақтап, ауада көтеріп алды. Қыз оның мойнына асылып, өксіп жылап жатты. 2 жылдық азап, қорқыныш, ұйқысыз түндер осы бір құшақтың ішінде еріп кеткендей болды. «Мен келдім, жаным. Мен тірімін. Бәрі артта қалды», деп сыбырлады Рустам оның шашынан иіскеп. Әлияны жерге түсіргенде, Рустам оның сәл шығыңқырап тұрған ішін байқады. Ол өз көзіне өзі сенбей, қолын созды. Оның қатпарланған, қару ұстап күстенген үлкен алақаны Әлияның ішіне нәзік қана жанасты. Әлия көз жасын сүртіп, бақытты күлкімен жымиды. 7 ай болды, Рустам, сен соғысқа кетер алдындағы соңғы түніміз. Дәрігерлер ұл дейді. Ол сенің аман оралуыңды күтті. Рустамның көзіне жас келді. Соғыста ешқашан жыламаған, достарын жерлегенде де тісін қайрап қана тұрған қатал жауынгер қазір өзінің жаңа өмірдің әкесі атанатынын білгенде эмоциясын ұстай алмады. «Мен енді ешқайда кетпеймін. Біз ең бақытты отбасы боламыз. Мен саған уәде беремін», деді ол тізерлеп отырып, Әлияның ішін сүйіп. Бұл оның соғыс даласында армандаған жалғыз бейбіт өмір еді. Бірақ ол туған қаласының да көзге көрінбес майдан даласына айналып үлгергенін әлі білмейтін. Жаңа шындық, көше заңдары. Рустам қалаға оралған алғашқы апталарда бәрі кереметтей көрінді. Олар ескі пәтерлерінде қарапайым ғана шаңырақ көтерді. Рустам әскери комиссариатқа барып, құжаттарын реттеп, зауытқа токар болып жұмысқа тұрмақшы болды. Ал Әлияның аудан орталығында шағын ғана тігін шеберханасы бар еді. Ол сонда перделер, көйлектер тігіп нәпақасын табатын. Бірақ Рустам күн өткен сайын қалада бірдеңе дұрыс еместігін байқай бастады. Кеңес одағының әлсіреуімен бірге көшелерде жаңа қожайындар пайда болған еді. Олар былғары күртеше киген, бастарын тақырлап шашқан, спорттық дене бітімді жас жігіттер. Олар милициядан қорықпайтын, дүкендерден, базардағы саудагерлерден салық, рекет жинап күш көрсететін. Бір күні кешке Рустам Әлияны жұмысынан алып қайтуға барды. Шеберхананың алдында темекі шегіп, тұқылын жерге лақтырып тұрған 2 жігітті көрді. Олар Әлияның шеберханасының терезесінен ішке сығалап дөрекі күліп тұр екен. Рустамның ішіндегі барлаушы инстинкті бірден оянды. Оның бұлшық еттері жиырылып, қадамдары шиырыға түсті. Ол жігіттерге жақындап: «Жігіттер, бұл жерде не істеп тұрсыңдар?
Бұл менің әйелімнің шеберханасы, деді сабырлы, бірақ темірдей қатты дауыспен. Екі жігіт бұрылып, Рустамды бастан аяқ сүзіп шықты. Оның үстіндегі ескі күртешесімен жүдеу түрін көріп, мысқылдап күлді. «Әй, афганец, сен не, өзіңді батырмын деп тұрсың ба?» деді біреуі Рустамның кеудесіне итеріп. «Сенің әйелің бізге қарыз. Бұл ауданды Баханың жігіттері бақылайды. Егер ертеңге дейін 200 рубль кіршаға төлемесе, мына шеберханасының күлі көкке ұшады. Әйеліңді де әдемі екен жақсылап тәрбиелеп кетеміз». Бұл сөздер Рустам үшін жарылғыш заттың детонаторын басқанмен тең еді. Ауғанстанда ол мұндай қатыгездікті талай көрген. Бірақ өз үйінде, өзінің қалыңдығына қатысты мұндай қорлауды ешқашан кешірмеді. Алғашқы қақтығыс. Рустам артық сөз айтпады. Ол шабуылдауға дайындалмайды, ол бірден әрекет етеді. Көзін ашып жұмғанша, Рустам итерген жігіттің қолын білезігінен шап беріп ұстап, оны өз осымен бұрап, шынтағын сындыра жаздап қайырды. Жігіт аурудан бақырып тізе бүге кетті. Екіншісі қалтасынан пышақ суырып алмақ болғанда, Рустамның ауыр әскери бәтеңкесі оның тізесіне жойқын соққы болып тиді. Сүйектің сытырлаған дыбысы шығып, екінші бандит жерге құлап түсті. Бәрі небәрі 5 секунд ішінде болды. Рустам бірінші жігіттің тамағынан қысып, оның көзіне үңілді. Оның көзіндегі ызғардан бандиттің зәресі ұшып кетті. Өздеріңнің бақаларыңа барып айтыңдар. Егер бұл шеберхананың маңына 10 метр жақындасаңдар, немесе әйеліме бір ауыз сөз айтсаңдар, мен сендердің аудандарыңды Кабулдың қираған көшелеріне айналдырамын. Түсіндіңдер ме? Деп ырылдады Рустам. Бандит басын қалтырап изеді. Рустам оны жерге лақтырып тастады. Екі іркетер сүйретіліп, аурудан ыңырсып көліктеріне қарай қашты. Осы кезде шеберхананың есігі ашылып, Әлия шықты. Ол болған жағдайды көріп қорқып кетті. «Рустам, не болды? Олар кімдер?» деп сұрады ол, ішін екі қолымен қорғаштай ұстап. Рустам демін басып, жүзіндегі қатыгездікті жасыруға тырысып, Әлияны құшақтады. «Ештеңе емес, жаным. Жай адасып жүрген бұзықтар ғой. Енді олар келмейді. Уайымдама, саған толқуға болмайды», деді ол, қыздың маңдайынан сүйіп. Бірақ Рустам іштей бұлай оңай бітпейтінін жақсы білетін еді. Көше қарақшылары жеңілісті кешірмейді, әсіресе халықтың көзінше абыройы төгілгенде. Баханың ашуы және қорқынышты жоспар. Қаланың орталығындағы ескі мейрамхананың артқы бөлмесінде қалың темекі түтіні қолғаны қабат. Былғары креслода отырған, мойнында жуан алтын алқасы бар, денелі адам, осы ауданның қожайыны саналатын Баха болатын. Оның алдында күндіз Рустамнан таяқ жеген екі жігіт бастары салбырап тұрды. Біреуінің тізесі гипспен байланған, екіншісі қолын асып алған. «Бір адам, бір ғана афганец екеуіңді мыжғылап тастады ма?» деп бақырды Баха, алдындағы графинді үстелге тарс еткізіп ұрып. «Сендер менің абыройымды төктіңдер. Енді бүкіл базар, бүкіл аудан бізге салық төлеуден бас тартады ғой. Олар бізді бір контуженный солдаттан қорқады деп ойлайды. Бахаға ол қарапайым солдат емес. Ол нағыз жыртқыш. Қозғалысын көзбен ілесіп үлгеру мүмкін емес. Бізді өлтіріп тастай жаздады», деді сынық тізелі жігіт қалтырап. Баха темекісін тұтатып терең сорды. Оның көздері түйіліп, зұлымдыққа толы жоспар құра бастады. «Жыртқыш дейсіңдер ме? Жыртқышты қалай бұқтыратынын білесіңдер ме? Оның ең осал тұсына ұру керек. Оның әлсіз жері кім? Әйелі, тігінші қыз». 2 күннен кейін ол солдат военкоматқа, әскери комиссариатқа есепке тұруға кетеді. Олар күні бойы кезекте тұрады. Сол кезде оның әйелінің шеберханасына барасыңдар. Шеберхананы өртеп жіберіңдер. Ал әйелді жақсылап сабаңдар. Басқаларға сабақ болсын. Баханың адамдарына қарсы шыққанын әйелі де, баласы да аман қалмайтынын бүкіл қала білуі керек. Қаралы күн, үзілген үміт. 2 күн өтті. Рустам таңертең ерте тұрып, әскери комиссариатқа құжаттарын рәсімдеуге кетті. Бұл бюрократиялық тозақ оның бүкіл күнін алатынын ол білетін. «Мен кешке қарай келемін, жаным. Есікті ішінен құлыптап ал. Бейтаныс адамдарға ашпа», деді ол Әлиямен қоштасып жатып, іштей бір мазасыздықты сезініп.
Уайымдама, Рустам, мен бүгін тапсырыстарды аяқтап, ерте қайтамын деді Әлия, жымиып оның жағасын түзеп жатып. Түскі сағат 2-лер шамасында. Әлия шеберханада жалғыз өзі перде тігіп отырған еді. Ол ішіндегі баласының қимылдағанын сезіп, ішін сипап, аналық бақытқа бөленіп отырды. Кенеттен шеберхананың есігі бар күшімен тебіліп ашылды. Ішке беттеріне медициналық маска таққан, қолдарында темір арматуралары бар 4 адам баса көктеп кірді. Әлия қорқып кетіп, орнынан ұшып тұрды. «Сіздер кімсіздер? Не керек?» деп айқайлады ол шегініп. Бандиттер үндеген жоқ. Олар бірден шеберхананың ішін талқандауға кірісті. Тігін машиналарын темірмен ұрып шақты, маталарды жыртып, сөрелерді аударып тастады. «Тоқтатыңдар! Тиіспеңдер!» Әлия жанұшыра айқайлап, олардың біреуін тоқтатпақ болды. Бұл оның ең үлкен қателігі еді. Бандиттердің бірі, баяғы Рустамнан таяқ жеген жігіт, Әлияны шашынан жұлқа тартып, еденге лақтырып жіберді. «Бұл сенің күйеуің үшін!» деп ақырды ол. Әлия ішін 2 қолымен қорғап бүктетіліп қалды. «Өтінемін. Балама тиіспеңдерші. Мені ұрмаңдаршы, өтінемін». Оның кінәсі жоқ қой деп еңіреді ол көз жасына тұншығып. Бірақ қатыгез тобырға аяушылық жат еді. Олардың бірі ауыр бәтеңкесімен Әлияның бүйірінен, содан кейін арқасынан қатты теуіп жіберді. Әлия жан түршігерлік дауыспен шыңғырып, есінен танып қалды. Еденге қызыл қан жайыла бастады. Оның ақ көйлегі қанға боялды. «Болды, кеттік. Өліп қалмасын», деді бандиттердің бірі, қанды көріп қорқып кетіп. Олар шеберхананың ішіне жанармай шашып, от қойды да көліктеріне отырып қашып кетті. Қою қара түтін шеберхананың терезесінен будақтап шыға бастады. Жан түршігерлік оралу. Рустам комиссарияттан шығып үйіне қарай асығып келе жатқан. Оның жүрегі орнынан шығып кетердей дүрсілдеп, көңілі бір жамандықты сезгендей құлазып тұрды. Ол автобустан түсе сала, шеберхана жаққа қарай тұра жүгірді. Алыстан ол өрт сөндірушілердің машиналары мен жедел жәрдем көлігінің қызыл шамдарын көрді. Оның аяғының астындағы жер теңселіп кеткендей болды. Ол халықты қақ жарып, шеберхананың алдына келді. Іші толықтай жанып күйіп кеткен екен. Дәл сол сәтте жедел жәрдем қызметкерлері зембілмен бір адамды алып шықты. Зембілдегі адамның үсті түгелдей қан мен күйеге малшынған, басы төмен салбырап жатты. Оның үстіндегі гүлді көйлектің қалдығын көргенде Рустамның тынысы тоқтап қалды. «Әлия!» деп жанұшыра бақырды Рустам. Ол дәрігерлерді итеріп тастап, зембілдің қасына құлай кетті. Ол Әлияның қанға боялған, шаң басқан бетін сүйіп, оның салқын қолын ұстады. «Жаным, көзіңді ашшы. Мен осындамын. Мен келдім», деп жылады ол дауыстап. Дәрігер оны иығынан тартып: «Жігітім, кедергі жасамаңыз. Ол өте көп қан жоғалтқан. Жарақат ауыр. Баланың жүрек соғысы естілмей жатыр. Тез ауруханаға жеткізуіміз керек», деді де зембілді көлікке салды. Рустам да жедел жәрдем көлігіне секіріп мінді. Сиренаның құлақ тұндыратын үні Рустамның миындағы соңғы бейбітшілік иллюзиясын бұзып жатты. Ол Әлияның қанға боялған қолын қысып отырып, оның бозарып кеткен жүзіне қарады. Оның көз алдында Қандағардың шаңды даласы емес, өз қаласының қанға боялған көшелері тұрды. Кеше ғана ол соғыс бітті деп ойлаған еді. Бірақ ол қателесті. Нағыз соғыс, ешқандай ережесіз, ешқандай аяушылықсыз соғыс енді ғана басталды. Оның ішіндегі жайдарлы жігіт, болашақ әке, дәл осы жедел жәрдем көлігінің ішінде өлді. Оның орнына ешкімді аямайтын, тозақтан шыққан жазалаушы, көлеңкелі жауынгер қайта оянды. «Егер саған немесе балама бірдеңе болса, мен бұл қаланы қанға бөктіремін», деп сыбырлады Рустам тістеніп. Оның қара көздерінен аққан жас тоқтап, орнына жыртқыштың мұздай суық, өлшеусіз кегі ұялады. Бұл түні қаланың криминалды әлемі өздерінің қандай аждаханы оятқандарын әлі түсінбеген еді. 2 бөлім: үзілген өмір және көлеңкеден шыққан ке. Аурухананың ұзын, суық дәлізі. Төбедегі люминесцентті шамдардың әлсіз жыпылықтаған жарығы мен хлордың өткір иісі адамның жүйкесін жұқартқандай. Рустам жансақтау бөлімінің реанимация ауыр ақ есігінің алдындағы ескі ағаш орындықта отыр.
Оның үстіндегі күртешесі Әлияның қанына малшынған, қолдарындағы қан кеуіп, қара қошқыл тартып кеткен. Ол оны жууға да тырыспады. Оның көз алдында Әлияның қанға боялған көйлегі, зембілдегі дәрменсіз бейнесі қайта-қайта қалықтап тұрды. Рустамның екі қолы дірілдеп, саусақтарын шашына сұғып, басын төмен салып отырды. Ауғанстандағы ең қорқынышты шайқастарда, қаруластары көз алдында жарылғанда да ол мұндай үрейді, мұндай дәрменсіздікті сезінбеген еді. Соғыста жаудың кім екені анық, ал мұнда жау өз үйіңе, ең нәзік, ең қорғансыз жаныңа тул сыртыңнан пышақ ұрған еді. Сағаттың тықылдаған даусы оның миын тесіп бара жатты. 4 сағат өтті. 5 сағат өтті. Дәрігердің үкімі, өлген үміт. Ақыры ауыр есік баяу ашылып, үстіне жасыл халат киген, маңдайына тер тамшылаған егде тартқан хирург шықты. Ол бетпердесін шешіп, Рустамға ауыр көзқараспен қарады. Бұл көзқарасты Рустам майдан даласындағы госпитальдардан жақсы танитын. Бұл өлімнің хабаршысы болатын көзқарас еді. Рустам орнынан атып тұрды. Оның дауысы қарлығып шықты. Дәрігер, Әлия қалай? Балам ше? Хирург ауыр күрсініп, Рустамның иығына қолын салды. Жігітім, қайратыңды жина. Біз қолдан келгеннің бәрін жасадық. Ота 5 сағатқа созылды. Ол өте көп қан жоғалтқан. Ішкі органдары зақымдалған. Ол тірі, бірақ өте терең комада жатыр. Қашан оянатынын, тіпті ояна ма, жоқ па, оны біз түк басып айта алмаймыз. Рустамның жүрегі сәлде болса соғып, кішкене үміт оты жылтырағандай болды. Ал балам ше, ұлым ше, деп сыбырлады ол дәрігердің көзіне жалына қарап. Дәрігер көзін төмен салды. Кешірші бізді, бауырым. Соққы тікелей құрсаққа тиген. Бала шетінеп кетті. Оны құтқарып қалуы мүмкін емес еді. Бөлмедегі ауа бірақ сәтте жойылып кеткендей болды. Рустамның аяғының астындағы жер теңселіп, ол қабырғаға арқасын сүйіп, сырғып отыра кетті. Оның кеудесін қақырата сөккен жан түршігерлік ауру ішіне сыймай, тамағына тығылды. Ол бақырып жылаған жоқ. Ол жай ғана үнсіз қалды. Бірақ бұл үнсіздік мыңдаған снарядтың жарылысынан да қорқынышты еді. 7 айлық ұлы, оның болашағы, оның бейбіт өмірге деген жалғыз сенімі осы аурухананың суық еденінде бір жола өлді. Оның ішіндегі жайдарлы, мейірімді Рустам мәңгілікке көз жұмды. Оның орнына тозақтан шыққан, ешкімді аямайтын, көзіне қан толған барлаушы, жазалаушы қайта оянды. Заңның мазағы, сатылған әділеттілік. Дәліздің арғы басынан былғары куртка киген, қарны шыққан, темекі сасыған милиция капитаны аяңдап келді. Бұл аудандық бөлімшенің тергеушісі Оспанов еді. Ол Рустамның қасына келіп, қолындағы папкасын ашты. Сен күйеусің бе? Деді ол дөрекі дауыспен. Қайғыңа ортақпын. Бірақ маған түсініктеме беруің керек. Көршілердің айтуынша шеберханада өрт шыққан. Газ баллоны жарылған болуы мүмкін, немесе проводкадан кеткен шығар. Әйелің үрейленіп құлап қалған болар. Рустам басын баяу көтерді. Оның қара көздері тергеушіні тесіп өтетіндей қадалды. Құлап қалған. Оның бүйірмен арқасында етігінің ізі тұрған жоқ па еді? Шеберхананың ішіндегі машиналар талқандалған. Бұл бақаның адамдары істеді. Олар осыдан 2 күн бұрын маған келіп қорқытқан болатын. Олар менің әйеліме шабуыл жасап, баламды өлтірді, деді Рустам тістерін қайрап. Капитан Оспанов көзін сығырайтып Рустамға жақындады. Оның білегіндегі қалалық милицияның жалақысына ешқашан келмейтін қымбат алтын сағат жарқ етті. Рустам бұл сағаттың қайдан келгенін бірден түсінді. Тыңда, афганец, деді тергеуші даусын бәсеңдетіп, бірақ зілмен. Сен өзіңнің соғысыңдан келген шығарсың, бірақ мұндағы ереже басқа. Көршілердің ешқайсысы ештеңе көрмедік деп отыр. Дәлел жоқ. Баха дейтіндей, сенің аузың қисық емес шығар. Ол құрметті кәсіпкер. Егер сен көшеге шығып өз бетіңше сот құратын болсаң, мен сені сол түрмеде шірітемін. Барыңды қанағат тұт та әйеліңнің жанында отыр. Бұл жай ғана жазатайым оқиға. Нүкте. Тергеуші бұрылып кетіп қалды. Рустам орнынан баяу тұрды. Оның бет бұлшық еттері тастай қатып қалған. Заң оның отбасын қорғамады.
Қоғам оны сатып кетті. Демек, оған ешкімнің рұқсаты керек емес. Ол өз елінде партизандық соғыс ашуға мәжбүр. Заң үндемесе, оқ сөйлейді. Ол реанимацияның есігіне жақындап, шынның артынан аппаратқа қосылып, жансыз жатқан Әлияға ұзақ қарады. «Кешір мені, жаным. Мен сені қорғай алмадым», деп сыбырлады ол. «Бірақ мен саған уәде беремін, олардың бәрі қан жылайтын болады. Олардың бәрі өлілердің қатарына қосылады. Арсеналдың ашылуы, жауынгердің оянуы». Рустам ауруханадан шығып, тікелей қала сыртындағы ескі әкесінен қалған ағаш үйге барды. Бұл үйде ешкім тұрмайтын. Ол есікті құлыптап, терезелерді қымтап жапты да, еденнің астындағы ескі тақтайларды суыра бастады. Тақтайдың астындағы қараңғы қуыста ұзын, ауыр ағаш жәшік жатыр еді. Бұл жәшікті ол Ауғанстаннан қайтарда өзінің әскери ұшағымен жасырын түрде алып келген болатын. Ол жәшікті ашты. Ішінде майланған шүберекке оралған қару-жарақтар жатыр еді. Дыбыс өшіргіші бар, тапаншасы, Токарев. Жақын ұрысқа арналған, қысқартылған АКС-74У автоматы. 2F1 лимонка гранатасы. Және ең бастысы, оның соғыстағы сенімді серігі болған, жүзіне қан сіңген арнайы жасақтың жауынгерлік пышағы. Рустам қарапайым азаматтық киімдерін шешіп тастады. Ол үстіне өзінің Ауғанстанда киген тельняшкасын, көк жолақты жейде, үстіне қара түсті тактикалық жемпір және көп қалталы әскери шалбар киді. Аяғына берік әскери бәтеңкесін байлады. Ол қаруларын мұқият тазалап, оқ жатарларын, магазиндерін толтырды. Тапаншаны беліне, пышақты етігінің қонышына жасырды. Ол айнаға қарады. Айнадан оған болашақ әке емес, көздері түпсіз қараңғылыққа айналған, бетіндегі тыртығы қызарып кеткен өлім періштесі қарап тұрды. Ойын басталды. Алғашқы іс, жаралы қасқыр. Түнгі сағат 11. Қаланың шетіндегі арзан сырахана. Бұл жерде көше бұзақылары, ұсақ ірекетерлер жиналып, ішімдік ішетін. Рустам сырахананың сыртында қараңғы көлеңкеде күтіп тұрды. Ол осыдан 2 күн бұрын өзінің қолынан таяқ жеген, тізесі сынған жігітті іздеген болатын. Оның логикасы қарапайым, тізесі ауыратын адам алысқа қаша алмайды, және ол ішімдікпен ауырсынуын басқысы келеді. Көп ұзамай сыраханадан балдаққа сүйенген мас жігіт шықты. Бұл дәл сол жігіт еді, Әлияны итеріп тепкен хайуандардың бірі. Ол қалтырап, такси тоқтатпақ болып жолдың шетіне қарай аяңдады. Рустам оның ту сыртынан елеше жетіп келді. Ол бандиттің аузын қалың қолғабымен жауып, оны жұлқа тартып, қараңғы бұрыштағы қоқыс жәшіктерінің артына сүйреп әкетті. Жігіт балдағын түсіріп алып, қарсыласпақ болды, бірақ Рустамның темірдей қатты қолы оның тамағын қысып тұрды. Рустам оны кірпіш қабырғаға бар күшімен соқты. Жігіт есеңгіреп қалды. «Есіңдемін бе, мұртты?» деп сыбырлады Рустам, бандиттің көзіне үңіліп. Бандит Рустамды танып, оның көздері шарасынан шыға жаздады. Ол басын изеп бірдеңе айтпақ болды. Рустам оның аузынан қолын алды. «Аға, кешіріңіз. Бұл менің шешімім емес еді. Баха бұйырды. Ол бізді мәжбүрледі», деп жалбарынды бандит, қорқыныштан шалбарын сулап қойып. Рустам оның тамағына мықтап ұстап жоғары көтерді. «Менің әйеліме арматурамен кім шабуыл жасады?» «Кім оны ішінен тепті? Есімдерді бер. Қазір», деп ырылдады Рустам. Ол Сары деген жігіт. Баханың оң қолы. Ол қазір қаладағы ескі автобазада отыр. Ол жақта олардың қару жасыратын қоймасы бар. Өтінемін, мені өлтірмеңізші. Мен тек есікте тұрдым». Рустам оның көзінен өтірік айтып тұрмағанын түсінді. «Сенің тізеңді сындырғанда сен сабақ алмапсың», деді Рустам мұздай суық дауыспен. «Менің балам өлді. Енді сенің де өмірің бұрынғыдай болмайды.
Рустам оны жерге құлатып, оның сау қалған екінші тізесінің үстінен ауыр әскери бәтеңкесімен бар күшімен басып қалды. Сүйектің қақырай сынған дыбысымен бандиттің жанұшыра бақырған дауысы түнгі қараңғылықты тіліп өтті. Енді сен өмір бойы мүгедектер арбасында отырасың. Бұл менің саған берген екінші мүмкіндігім, деді Рустам да қараңғылыққа сіңіп кетті. Ескі автобаза, қанды шабуыл. Түнгі сағат 2. Ескі автобазаның аумағы биік темір қоршаумен қоршалған. Іште ескі жүк көліктерімен бөлшектелген көліктер тұр. Қақпа алдында 2 күзетші темекі шегіп күлісіп тұр еді. Басты ғимараттың ішінен музыканың дауысы мен ішімдік ішкен бандиттердің шуы естіледі. Мұнда 10-ға жуық адам бар еді. Соның ішінде Әлияны тепкен Сары да осында болатын. Рустам қоршаудан дыбыссыз секіріп өтті. Ол автобазаның сыртқы жарығын беретін трансформаторды тауып, оның кабельдерін пышақпен қиып тастады. Бүкіл база тас қараңғылыққа батты. «Әй, жарық қайда кетті?» деп айқайлады есік алдындағы күзетшілердің бірі фонаригін қосып. Ол бірнеше қадам жасаған сәтте Рустам қараңғылықтан суырылып шығып, оның ту сыртынан келді де, басымен оның шүйдесінен қатты ұрып, есінен тандырды. Екіншісі тапаншасын алмақ болғанда, Рустам оның қолын бұрап, ішіне жойқын соққы жұмсап, жерге сұлатты. Ол екеуін де бұрышқа сүйреп апарып, пластик кісенмен байлап тастады. Рустам ғимараттың негізгі есігіне жақындады. Олты тапаншасына дыбыс өшіргішті, глушитель, бұрап тақты. Іштегі бандиттер телефондарының жарығын жағып бей-берекет жүрген еді. «Сыртқа шығып қараңдаршы, не болып жатыр?» деді біреуі дөрекі дауыспен. Рустам есікті аяғымен теуіп ашып ішке кірді. Оның қолындағы тапанша пых-пых-пых деп әлсіз дыбыс шығарып жарық шашты. Рустам адам өлтіруді мақсат етпеді, ол тактикалық тазалау жасады. Оқтар бандиттердің қару ұстаған қолдарына, бұғаналарына және тізелеріне дәл тиіп жатты. Әрбір атылған оқ нысанаға дәл тиіп, бұзақылар қанға боялып, қаруларын тастап жерге құлап жатты. Олар кімнің атып жатқанын, ажалдың қайдан келіп жатқанын түсіне алмай, үрейге бой алдырды. 3 минуттың ішінде бөлмедегі 8 адам еденде ыңырсып жатты. Рустам фонаригін қосып, олардың жүздерін бір-бірлеп қарай бастады. Ол шеткі бұрышта қорқыныштан дірілдеп, тапаншасын Рустамға кезеп тұрған сары шашты жігітті көрді. «Сен жақындама, мен атам», деп бақырды Сары. Рустам оған қарай ешбір үрейсіз, баяу қадаммен жақындады. Сары шүріппені басты, бірақ оқ Рустамның иығын жанай өтті. Рустам тоқтаған жоқ. Ол жақындап келіп, Сарының қолындағы тапаншаны қағып жіберді де, оны тамағынан шап беріп ұстап, қабырғаға бар күшімен соқты. «Сен менің әйелімді тептің. Сен менің баламды өлтірдің», деді Рустам. Бұл сөздер бөлмедегі температураны төмендетіп жібергендей мұздай суық еді. «Мен білмедім. Ол жүкті екенін білмедім. Мен тек қорқытпақшы болдым», деп еңіреді Сары, қан түкіріп. «Енді білдің», деді Рустам. Ол Сарының оң аяғын көтеріп, өзінің ауыр бәтеңкесімен оның тізе тұсынан бүтіндей кері қайырып сындырды. Сарының жан түршігерлік айқайы бүкіл автобазаны жаңғыртты. Ол есінен танып, еденге сылқ етіп құлады. Рустам бөлменің ортасына келіп, жерде жатқан бандиттерге қарады. «Бақаларына сәлем айтыңдар. Оған айтыңдар, мен оның артынан келе жатырмын. Ол қай жерге тығылса да, кімнің артына тығылса да, мен оны табамын», деді де қараңғылыққа сіңіп кетті. Бұл түні қаланың криминалды әлемі өмірлерінде бірінші рет нағыз қорқыныштың не екенін сезінді. Көше бұзақылары ауған тозағынан өткен, жоғалтар ештеңесі қалмаған арнайы жасақ сарбазына қарсы дәрменсіз екендерін түсінді. Бірақ Бақа да қарап қалмайтын еді. Ол өзінің ең мықты, ең қатыгез жалдамалыларын жинап, Рустамға қарсы ауқымды аңшылық бастамақ болды. Нағыз соғыс енді ғана басталды. 3 бөлім: аңшымен олжа және партизандық тозақ. Ескі автобазадағы қанды қырғын туралы хабар қаланың криминалды әлеміне найзағайдай тарады. Көше бұзақылары, рекетерлер мен ұсақ қылмыскерлер бір-ақ түннің ішінде үрейге бой алдырды. Олар бұрын милициядан немесе басқа бандалардан ғана жасқанатын, ал қазір қараңғылықтан шығып, үнсіз жазалап кететін ауғандық елестен қорқып, түнгі көшеге шығуды тоқтатты.
8 адамның аяқ-қолы сынып, қарусызданып, аурухана төсегіне таңылуы Баханың абыройын айрандай төккен еді. Баханың үрейі және жалдамалы қанішер. Түнгі сағат 3-те қала орталығындағы Баханың жеке меншік мейрамханасының жертөлесінде, веб бөлмесінде шұғыл жиын өтіп жатты. Қалың темекі түтінімен қымбат коньяктың иісі араласқан бөлмеде Баха екі қолымен басын ұстап, үстелді төмпештеп отырды. Бір адам. Бар болғаны бір ғана солдат менің 15 адамымды мүгедек қылды. Деп бақырды Баха алдында тұрған 3 серігіне қарап. Оның көздері қанталап, үрейден еріндері дірілдеп тұрды. Ертең бүкіл қала, базардағы саудагерлерге дейін бізге күлетін болады. Олар бізге салық төлеуді қояды. Осы кезде бөлменің ауыр емен есігі ашылып, ішке ұзын бойлы, үстіне қара плаш киген, шашын артқа қайырған сұп-суық жүзді адам кірді. Оның оң көзінің айналасында үлкен күйік шалған тыртық бар еді. Бұл қаладағы ең қатыгез, ең қымбат жалдамалы өлтіруші, бұрынғы қылмыстық топтың басшысы, лақап аты қасапшы, кәссап болатын. Оның артында автоматпен қаруланған, арнайы дайындықтан өткен 6 жігіті тұр. Баха орнынан ұшып тұрды да оған қарай ұмтылды. Қасапшы, ақыры келдің бе? Маған сенің көмегің керек. Қасапшы креслоға жайғасып плашын шешті. Мен көшедегі ұсақ түйек төбелеспен айналыспаймын. Баха, сенің иттеріңді бір афганец сабап кеткенін естідім. Менің ставкам жоғары. Мен саған 50 000 рубль беремін. Деп айқайлады Баха сейфін нұсқап. Тек оның басын маған әкел. Ол менің бизнесімді ғана емес, өмірімді де құртпақшы. Ол тоқтамайды. Қасапшы мысқылдап күліп, саусағымен үстелді қақты. 50 000. Келістік, бірақ ол жай ғана бұзақ емес. Ол арнайы жасақтан. Оның тактикасы бар. Оны ашық шайқасқа шақыру ақымақтық. Біз оны өзімізге тартуымыз керек. Оның әлсіз жері қайда? Әйелі. Оның әйелі ауруханада жатыр, реанимацияда, деді Баха қалтырап. Сол жаққа күзет қояйық. Қасапшы басын изеп орнынан тұрды. Менің жігіттеріме аурухананың айналасын қоршауды бұйырамын. Ол міндетті түрде әйелімен қоштасуға келеді. Сол кезде біз оны торға түсіреміз. Түнгі аурухана, жасырын кездесу. Сол түні қалалық аурухананың айналасына өлі тыныштық орнады. Аурухананың бас кіреберісінде, автотұрақта және артқы есігінде қасапшының адамдары қарапайым көліктердің ішінде жасырынып, бақылау жүргізіп отырды. Олардың қолдарында тегіс ұңғылы мылтықтар мен тапаншалары бар еді. Олар Рустамның басты есіктен немесе терезеден кіруге тырысатынын күтті. Бірақ Рустам олардың деңгейіндегі қатардағы қылмыскер емес еді. Ол таулы аймақта түнгі барлау операцияларын жүздеген рет орындаған кәсіби диверсант болатын. Аурухана ғимаратының шатырында кішкене ғана көлеңке сырғып бара жатты. Рустам ауруханаға көршілес орналасқан 5 қабатты тұрғын үйдің шатырынан арнайы арқан, альпинистік трос арқылы аурухананың шатырына дыбыссыз өтіп алған еді. Оның үстіндегі қара тактикалық киімі түнмен тұтасып кеткен. Ол шатырдағы желдеткіш құбыры, вентиляциялық шахта арқылы 2-ші қабатқа жансақтау бөлімінің дәлізіне түсті. Аурухананың іші тып-тыныш. Кезекші медбике үстелге басын қойып қалып кеткен. Рустам дыбыссыз қадамдармен 4-ші палатаға жақындады. Есікті баяу ашып ішке кірді. Бөлме ішінде тек кардиомонитордың бір қалыпты пип-пип деген үні ғана естіледі. Аппақ төсекте түтікшелерге жалғанған, беті боп-боз болып әлия жатыр еді. Оның тыныс алуы өте әлсіз. Рустамның тастай қатып қалған жүрегі бір сәтке жібіп, тамағына өксік тығылды. Ол қаруын беліне қыстырып, тізерлеп төсектің жанына отырды. Ол өзінің үлкен, күстенген қолымен Әлияның мұздай салқын саусақтарын ұстап, маңдайына басты. «Жаным», деп сыбырлады ол, даусы дірілдеп. «Мен осындамын. Мен сенің қасыңдамын». Ол Әлияның шашынан сипады. Оның көз алдында екеуінің соғысқа дейінгі бақытты күндері, күлкілері, келешекке құрған жоспарлары лентадай өтті. Ал қазір бәрі қираған. Бабасы жоқ, болашағы бұлыңғыр. Мен сені қорғай алмадым. Бірақ мен олардың бәрін жазалаймын. Мен бұл қаланы олар үшін тозаққа айналдырамын. Сен тек көзіңді ашшы.
Мен сені күтемін. Қанша керек болса да күтемін, деді ол көзіне шыққан бір тамшы жасты сүртіп. Ол Әлияның маңдайынан ұзақ иіскеді. Дәл осы сәтте оның ішіндегі соңғы адамдық әлсіздік пен үміт сезім жойылып, орнына тек бір ғана мақсат, толықтай жою, ликвидация инстинкті орнады. Аңшының тұзағы, бақылаушыларды бейтараптандыру. Рустам палатадан шықпас бұрын терезеден төмендегі автотұраққа көз тастады. Түнгі көру құрылғысын пынып кигенде қараңғыдағы көліктердің ішіндегі жылу көздері адамдар айқын көрінді. 3 көлік, 6 адам. Олар оны күтіп отыр. Олар мені аңдып отырмыз деп ойлайды, деп ішінен күлді Рустам. Ол тапаншасының дыбыс өшіргішін тексеріп, қайтадан желдеткіш шахта арқылы аурухананың жертөлесіне түсті. Жертөле арқылы сыртқа шыққан Рустам ең шетте тұрған қара Волга көлігіне қарай мысықша сырғып барды. Көліктің ішінде 2 жалдамалы темекі шегіп сөйлесіп отыр еді. Ол бәрібір келеді. Әйелі осында жатыр ғой, деді біреуі терезеден күлім қағып. Бұл оның өміріндегі соңғы сөзі еді. Рустам қараңғылықтан суырылып шығып, көліктің ашық терезесінен 2 қолын соғып, сөйлеп отырған жігіттің тамағынан шап берді де, басын есіктің теміріне бар күшімен соқты. Екінші жігіт қаруына жармаспақ болғанда, Рустамның тапаншасы пы еткен әлсіз дыбыс шығарып, оның оң иығын тесіп өтті. Жігіт аурудан ыңырсып қалғанда, Рустам көліктің есігін ашып, оны жағасынан тартып сыртқа шығарды да, бетіне ауыр тізесімен жойқын соққы жұмсады. Екеуі де ес-түссіз құлады. Рустам олардың қаруларын жинап алып, екінші көлікке қарай беттеді. Екінші көліктегілер бірдеңе сезгендей болып көліктен шықпақшы еді. Рустам олардың көлігінің астына кішкентай түтін шашатын дымовая шашка құрылғыны лақтырып жіберді. Қою түтін көлікті басып қалғанда, 2 жалдамалы жөтеліп, көздері ашып сыртқа атылып шықты. Қараңғы түтіннің ішінен шыққан Рустам олардың біреуінің ішінен ұрып, екіншісін желкесінен қағып, екеуін де лезде бейтараптандырды. Небәрі 3 минуттың ішінде қасапшының ең таңдаулы 4 адамы асфальтта қансырап байлаулы жатты. Рустам олардың біреуінің қалтасынан рациясын суырып алды. Рациядан қасапшының дауысы естілді. Бірінші пост, жағдай қалай? Екінші пост, жауап беріңдер. Рустам рацияның түймесін басты. Оның дауысы мұздай суық, өлшеусіз қатыгездікке толы еді. Сенің иттерің ұйықтап қалды, қасапшы, бақаға айт, мен оны іздеп ауруханаға келмеймін. Мен оны өзімнің аумағымда күтемін. Ескі трактор зауыты. Түнгі сағат 3-те. Егер келмесе, ертең таңертең оның бүкіл бизнесі мен қалған адамдарының сүйегін қаланың ортасынан табасыңдар. Рустам рацияны тасқа ұрып сындырды да, түн түнегіне сіңіп кетті. Ол жауды өз территориясына, өзі дайындаған қақпанға тартты. Ауғанстандағы ең басты ереже шайқас даласын өзің таңдау. Және ол таңдауын жасаған еді. Ескі трактор зауыты, өлім қақпаны. Қаланың өнеркәсіптік аймағының шетінде орналасқан ескі трактор зауыты сонау 80-ші жылдардың ортасында жабылып қалған. Үлкен ангарлар, шатыры қираған цехтар, тот басқан темір станоктар мен терең техникалық шұңқырлар. Бұл жер қарапайым адам үшін қорқынышты қоқыс орны болса, Рустам сияқты барлаушы үшін нағыз мінсіз тактикалық лабиринт болатын. Рустам зауытқа алдын ала келіп 2 сағат бойы дайындық жүргізді. Ол ауған тауларында моджахеттерге қарсы қолданған барлық партизандық тәсілдерін іске қосты. Басты кіреберіске есіктің тұтқасына көрінбейтін жіңішке леска мен растяжка, жар дыбыстық граната, светошумовая. Терезелердің астына сынық әйнектерді шашып тастады, кім басса да сықырлаған дыбыс шығарады. Жоғарыдағы темір арқалықтардың балка үстіне позициялар жасап, ол жерге қосымша оқжатарлар, магазиндер қойып қойды. Цехтың қақ ортасындағы ескі трансформаторға жанармай толы канистраны бекітіп, оны қашықтан атуға ыңғайлап қойды. Ол өзінің АКС-74У автоматын тексеріп, тапаншасын беліне қыстырды. Содан кейін бетіне күйе жағып, камуфляж, қараңғы бұрыштағы темір бағананың үстіне көтеріліп күтіп отырды. Бұл енді қалай емес, бұл оның жеке соғыс даласы еді. Қасапшының келуі тұзақ іске қосылды. Сағат түнгі 3-те зауыттың алдына 3 үлкен жол талғамайтын көлік келіп тоқтады.
Ішінен қасапшы және оның қаруланған 15 адамы түсті. Олардың қолдарында Калашников автоматтары, пампалы мылтықтар мен қуатты фонариктер бар. Баха бұл топтың артында қорқып көліктің ішінде қалды. Ол өзінің өмірі үшін қатты үрейленген еді. Ол осы іште. Мен оның есін сезіп тұрмын, деді қасапшы, қолындағы пистолет-пулеметін оқтап. Бәрің үшке бөлініңдер. Екі топ екі қапталдан, мен ортадан кіремін. Көрген жерде атыңдар. Жалдамалылар зауыттың үлкен темір қақпасына жақындады. Бірінші топ қақпаны ашпақ болып тұтқаны тартты. Дәл сол сәтте Рустамның қалдырған бірінші тұзағы іске қосылды. Сырт, бақ, жарық. Екі жарық дыбыстық граната бірдей жарылды. Құлақ тұндыратын жарылыс пен көз қарықтыратын сәуледен есікті ашқан 4 бандит есеңгіреп көздерін басып жерге құлады. Олардың құлақтарынан қан ағып, ештеңе естімей қалды. Артқа, бұл засада қақпан, деп айқайлады қасапшы, бірақ бәрі кеш еді. Рустам жоғарыдан темір арқалықтың үстінен от жаудырды. Ол өлтіруді мақсат етпеді, ол жаудың санын азайтуды көздеді. Та-та-та-та. Оның автоматынан шыққан қысқа кезектескен оқтар, короткий очереди, төмендегі бандиттердің аяқтарына, иықтарына дәл тиіп жатты. Әрбір оқ өз нысанасын тауып, бандиттер айқайлап қараңғыда бей-берекет оқ ата бастады. Олар жоғарыға, төменге, тіпті бір-біріне қарай атып жатты. Ол жоғарыда. Атыңдар. Қасапшы жоғарыға қарай ұзын кезекпен оқ боратты. Оқтар темірді тесіп, ұшқын шашып жатты. Бірақ Рустам ол жерде жоқ еді. Ол оқ атқан бойда арнайы дайындаған арқанмен екінші қатардағы бағананың артына секіріп кеткен. Ол қараңғылықтағы көлеңке сияқты бір жерден екінші жерге дыбыссыз ауысып отырды. Ажал биі. Пышақ пен қараңғылық. Бандиттердің бірі, қолына фонарик ұстаған жігіт, ескі станоктардың арасымен ілгерілеп келе жатты. Оның аяғының астындағы сынық әйнектер сықырлады. Бұл Рустамға оның нақты қайда екенін білдірді. Рустам жоғарыдан, бағанадан оның дәл артына үнсіз секіріп түсті. Бандит артына бұрылып үлгергенше, Рустам оның автоматын жоғары қағып жіберіп, қолындағы жауынгерлік пышағының сабымен оның шекесінен бар күшімен ұрды. Жігіт сылқ етіп құлады. Рустам оның фонаригін алып, қарсы бетте келе жатқан екі бандиттің көзіне бағыттап, жерге қарай домалатып жіберді. Екі бандит фонариктің жарығына қарай оқ жаудыра бастады. Ол осында. Алдым, деп бақырды олар. Олар бос жатқан фонарикті атып жатқанда, Рустам олардың бүйірінен шығып, екеуінің де тізесінен атып құлатты да, қайтадан қараңғылыққа сіңіп кетті. 15 адамдық жасақ небәрі 10 минуттың ішінде толық хаосқа түсті. Олардың 8-і қансырап жерде жатты. Қалғандары қорқыныштан бұрыш-бұрышқа тығылып қалды. Олар бұрын көшеде қорғансыз адамдарды сабап үйренген еді, бірақ мынадай нағыз соғыс жағдайында олардың барлық батырлығы суға кеткендей болды. Олар қараңғылықтан қорқа бастады, өйткені қараңғылықтың өзі оларды жұтып жатқандай еді. Ол адам емес. Ол жын. Бізді қырып тастайды, деп айқайлады бір бандит, қаруын тастап есікке қарай қаша жөнелді. Қасапшы оны ту сыртынан атып тастады. Ешкім шегінбейді. Оны табыңдар. Ол бір ғана адам, деп ақырды ол қаны қайнап. Қасапшы мен Рустамның жекпе-жегі. Қасапшы өте тәжірибелі өлтіруші еді. Ол Рустамның тактикасын түсінді. Ол ортадағы ашық алаңға шығып қаруын төмен түсірді. Әй, афганец, деп айқайлады ол бүкіл цехты жаңғыртып. Сен тығылмақ ойнағанды жақсы көреді екенсің. Бірақ сенің уақытың бітті. Менің адамдарым қазір сенің әйелің жатқан реанимацияға кетті. Егер сен қазір шықпасаң, олар әйеліңнің демейтін аппаратын өшіріп тастайды. Бұл өтірік еді. Бірақ бұл өтірік Рустамның ең жанды жеріне тиді. Рустам қараңғылықтан баяу шықты. Оның автоматы иығында асулы, ал екі қолы бос. Ол қасапшыдан 5 метрдей жерде тоқтады. Сенің аузыңнан шыққан әрбір сөз сенің өміріңді қысқартып жатыр, деді Рустам мұздай дауыспен. Қасапшы күліп жіберді де тапаншасын көтермек болды. Бірақ Рустам одан әлдеқайда жылдам еді.
Ол беліне пышағын суырып алып, найзағайдай жылдамдықпен қасапшының тапанша ұстаған қолына қарай лақтырды. Пышақ дәл барып қасапшының білегін тесіп өтті. Тапанша жерге түсті. Қасапшы бақырып жіберіп, екінші қолымен өзінің қанжарын суырып алды да Рустамға қарай ұмтылды. Екі нағыз қанішер, екі кәсіби жауынгер ескі зауыттың шаң басқан еденінде бетпе-бет келді. Қасапшының соққылары ауыр әрі қатыгез еді. Ол қанжармен Рустамның кеудесіне немесе мойнына тигізуді көздеді. Бірақ Рустам Ауғанстанның жақын ұрыс, рукопашный бой мектебінен өткен еді. Оның қозғалыстары су сияқты аққыш, жаудың күшін өзіне қарсы қолдануға бағытталған. Қасапшы пышағын сілтегенде, Рустам сәл тайқып кетіп, оның қолын білегінен шап беріп ұстады да, өзіне қарай күрт тартып, шынтағымен оның бетінен бар күшімен ұрды. Қасапшының мұрны сынып қан шашырады. Бірақ ол берілмей, Рустамның аяғынан шалып құлатпақ болды. Рустам жерге құламас бұрын, оның тізесіне қатты теуіп, өзі де домалап түсті. Ол тез арада орнынан тұрып, қасапшының қанжар ұстаған қолын тізесімен басып, буынын кері қайырып бұрады. Сырт. Қасапшының оң қолы сынып, қанжар еденге түсті. Рустам оны жағасынан жұлқа көтеріп алып, темір бағанаға бар күшімен соқты. Қасапшы есеңгіреп тізе бүкті. Оның беті қолы қан-қан еді. Сен жеңілдің, жалдамалы, деді Рустам оның тамағынан қысып тұрып. Өлтір мені, деп қырылдады қасапшы қан түкіріп. Бірақ Баха. Ол қашып кетті. Сен оны таппайсың. Ол бұл қаланың шенеуніктеріне ақша береді. Оның артында үлкен адамдар тұр. Рустам оның тамағын қаттырақ қысты. Маған есімдер керек емес. Маған Баха керек. Ол қайда тығылды? Айт, әйтпесе мен сенің екінші қолыңды да майдалаймын. Және сен өмір бойы қасық ұстай алмайтын мүгедек боласың. Мен сені өлтірмеймін, мен сені қорлаймын. Қасапшы бұл сөздерден кейін шынымен де қорықты. Өлім оған қорқынышты емес еді, бірақ мүгедек болып, өз бандасының алдында абыройсыздықпен өмір сүру тозақтан да жаман болатын. Ол қаланың сыртындағы ескі демалыс базасында, көктем пансионатында. Сол жерде оның бүкіл ақшасымен қашпас бұрын тығылатын бункері бар. Ол сол жаққа кетті, деп күбірледі қасапшы. Соңғы нысана. Рустам қасапшыны жерге лақтырып тастап, оның есінен танып қалу үшін шүйдесінен қатты соқты. Ол цехтың ішіне көз тастады. 15 жалдамалы қанішер, қаланың ең үрейлі бандасы қазір жерде ыңырсып қансырап жатты. Олар енді ешқашан ешкімге күш көрсете алмайтын еді. Рустам сыртқа шықты. Ауа райы бұзылып, нөсер жаңбыр құя бастапты. Оның үстіндегі шаң мен қанды жаңбыр суы жуып жатты. Бірақ оның жүрегіндегі өртті ешқандай су сөндіре алмайтын еді. Оның кегінің ең басты нысанасы Баха әлі тірі, әлі бостандықта. Ол Баханың тастап кеткен жол талғамайтын көлігіне отырып, моторын оталдырды. Сенің ақшаңда, сенің бункеріңде сені менен құтқара алмайды, Баха, деп сыбырлады Рустам, көлікті бар жылдамдықпен қала сыртына қарай бұрып. Қала полициясы бұл зауытқа келген кезде, олар тек қанға боялған қылмыскерлерді ғана табатын болады. Ал нағыз соғыс қаладан жырақ Баханың бункерінде өз мәресіне жетуге дайындалып жатқан еді. Бұл түні қылмыскерлер өздерінің қандай қателік жасағанын тым кеш түсінді. 4 бөлім. Көктем бекінісі және түнгі аңшылық. Аспанды қара бұлт торлап, күздің суық нөсері қаланың сыртындағы тас жолды жуып жатты. Түнгі сағат 4. Баханың тастап кеткен жол талғамайтын көлігін айдаған Рустам орман ішіндегі тақтайдай тегіс емес, батпақты жолмен көктем пансионатына қарай жақындап келе жатты. Оның көздері түнекке қадалған, ал миында бір ғана алгоритм, жауды толықтай жою, ликвидация бағдарламасы іске қосылған еді. Бұл көктем пансионаты кеңес заманында партия қызметкерлерінің демалыс орны болған. Алайда қазір бұл жер Баханың жеке меншік қамалына, оның қылмыстық ақшаларын сақтайтын және жасырынатын бункеріне айналған болатын. Қамалдың айналасы 3 метрлік бетон қоршаумен, тікенек сымдармен және заманауи бейнебақылау камералармен жабдықталған. Жансақтау бөлімі, үміт жібі.
Рустам қамалға жақындап қалғанда, оқиға орнынан ондаған шақырым қашықтықтағы қалалық аурухананың реанимация бөлімінде нағыз өмір мен өлім арпалысы жүріп жатты. Аппақ палата. Кардиомонитордың сыңғыры бір қалыпты соғып тұрғанмен, Әлияның демалуы кенеттен жиілей бастады. Оның маңдайынан мұздай тер бұрқ етті. Кезекші медбике аппараттың дабылын естіп ішке атылып кірді. Дәрігер, тез мұнда келіңіз. Қысымы күрт төмендеп кетті, деп айқайлады ол дәлізге қарай. Бас хирург жүгіріп келіп Әлияның көздерін тексерді. Ішкі қан кету басталды. Тігістері сөгіліп кеткен болуы мүмкін. Тез арада операциялық блокқа дайындаңдар. Қан тобын дайындаңдар. Егер қазір үлгермесек, біз оны жоғалтамыз, деді дәрігер бұйрық беріп. Әлияның бейсаналы миында қараңғылық пен жарық арпалысып жатты. Ол түсінде Рустамды көрді. Ол оған қолын созып, мені күтші, жаным. Кетіп қалмашы деп жалынғандай еді. Оның денесі бұл дүниеден кеткісі келгенімен, жүрегіндегі махаббат оны жібермей, соңғы күшімен тіршілікке жармасып жатты. Дәрігерлер оның өмірі үшін скальпельмен күреске кірісті. Ал дәл осы минуттарда оның сүйіктісі басқа өмірлерді қиюға дайындалып жатқан еді. Бекініске шабуыл, радиоэлектронды үнсіздік. Рустам пансионаттан бір шақырым жерде көлікті орманның ішіне жасырып, қозғалтқышты өшірді. Ол ары қарай жаяу, қалың шыршалардың арасымен мысықша сырғып жүрді. Оның үстіндегі тактикалық киімдері жаңбыр суына малшынса да, ол суықты сезбеді. Ол қоршауға 100 метр қалғанда тоқтап, бинокльмен аумақты барлап шықты. 4 күзетші периметрде. Қолдарында автомат. Камералар бұрыштарда орналасқан. Басты ғимараттың ішінде жарық жанып тұр. Екінші қабаттағы терезелер брондалған. Баха бұл жерге кездейсоқ көше бұзақыларын емес, нағыз жалдамалы күзетшілерді, бұрынғы түрмеде отырып шыққандарды жинаған екен. Бірақ олар партизандық соғыс не екенін білмейтін. Рустам жолдорбасының кішкентай радио таратқышты, генератор помех шығарды. Бұл Ауғанстанда моджахеттердің байланысын үзу үшін қолданылатын құрылғының қолдан жасалған нұсқасы еді. Ол құрылғыны қосты. Ызың. Қамалдың ішіндегі күзетшілердің рациялары бірдей ысылдап, байланыс толықтай үзілді. Баханың телефондары да желі ұстамай қалды. Олар енді сыртқы әлемнен толықтай оқшауланды. Әй, рация неге істемей қалды? Сәкен, базаны тексерші, деді қақпа алдындағы күзетші рациясын ұрып. Ол екінші күзетшіге қарап еді, оның орнында ешкім жоқ екен. Сәкен, қайда кеттің? Ол автоматын кезеп қараңғы бұрышқа қарай баяу аяңдады. Ол бұрышқа жеткенде жоғарыдан бетон қоршаудың үстінен Рустамның қара сұлбасы құлап түсті. Рустам күзетшінің мойнынан аяғымен қысып алып, оны үнсіз жерге құлатты да, бірақ бұрап есінен тандырды.